Сәлеметсіздер ме? Сіздер Ахмет арнасындасыздар. Бүгін сіздермен біз алдыңғы сабақта өткен шақты өттік. Енді бүгінгі сабақта біз келер шақты, яғни болашақ шақты өтеміз. Сабақты бастамай тұрып, біз әдеттегідей алдыңғы сабақтың тапсырмасын орындаймыз. Мына жерде тапсырмада етістіктер берілген болатын. Соны қолданып, мына жерде жазу керек еді өткен шақта. Так, қарайық. 12 айдың 7 күні Керол не істеді? Ол чингу және пиджа депті, яғни досын кездестірген және пицца жеген. Кездестірген маннада деген бар, мокта деген, міне мокта бар екен. Маннада чингурыл маннассойо. Пиджарыл могоссойо. Тағы үшінші пиджаға деп қойыпты. Яғни пиджаға деген ол пиццаның дәмін айтып тұр. Мына жерде қарайық. Машитта деген бар екен, иә. Пиджаға машисосойо, яғни дәмі жақсы болған еді өткен шақта жеген пиццасы. 12 айдың 8 күні пекважом куду дейді, яғни неге торговый центрға барған және туфли примерно сатып алған сияқты. Пекважом яғни кадамына кассойо, кудур을 міне сассойо сатып алған. Және де кудуга деп тұрса, значит ол туфлиді сипаттайтын нәрсе. Онда міне сада деген ол арзан деген сөз. Яғни кудуга ол га деп тұрса, значит ол туфлиді сипаттайтын нәрсе. Сада деген арзан деген сөз. Яғни кудуга сассойо, яғни арзан болған еді туфли. 12 айдың 9 күні пёнгон, яғни больницаға барған екен. 9 ай морига, яғни басы, апыда, яғни ауырды деген сөзді аламыз. Морига апассойо, яғни басы ауырып, больницаға барған. 12 айдың 10 күні норе дейді, так, өлең айтқан сияқты, норебаң және норе деп тұр. Яғни караокеге барыпты. Норерыл, міне, пурыда айту, өлеңді айту. Норерыл пуросойо. 12 айдың 11 күні чоңсо, яғни үйін тазалаған екен. 12 айдың 11 күні чоңсоға байланысты сөз, міне, чоңсохада. Чоңсо хессойо болады. 12 айдың 12 күні йонхары және йонхага дейді. Киноға барған екен. Міне, йонха. Так, 영화를 봤어요 болады. және де 영화가 재미있었어요 дейді, яғни қызық болған екен. Осылай біздің тапсырманы бітіреміз. Және бүгінгі біздің сабағымыз болашақ, яғни келер шақ. Келер шақ басқа шақтарға қарағанда корей тілінде оңайырақ. Себебі жалпы бүкіл етістіктерге ыл коео дегенді жалғайсыздар. Егер мысалы пачимы бар болатын болса, ысымен жазасыздар, пачимы жоқ болатын болса, просто лының, ілдің өзін жазып, коео деп жазасыздар. Мысалы, мына жерде 2년 후에 차를 살 거예요 дейді, яғни 2 жылдан кейін мен машина сатып аламын дейді. Яғни сада деген сөз, яғни бұл жерде пачим жоқ болған кейін сразу ілімін 살 거예요. 주말에 낚시를 할 거예요. демалыс күндері балық аулауға барамын дейді. 방학에 중국에 갈 거예요. яғни каникул кезінде Қытайға барып келемін дейді. Жалпы келер шақ, ол келер шақта әлі болмаған, келер шақта болатын іс-әрекет туралы айтатын кезде біз ил коео деген жалғауды жалғап айтамыз. Ол жерде мынандай просто ілдің өзін ил коео деген ол пачимы жоқ сөздерге жазамыз да, ал пачимы барларға ил коео. Пачим деген сөзді сіз түсінбей жатқан болсаңыз, мен пачимге байланысты бөлек сабағым бар, соны қарасаңыздар болады. Мына када дегенде мына жерде пачим жоқ, яғни просто ліні жазамыз, калькоео. Ал мына жерде пачим бар, мокта, яғни могыл коео, яғни мына жерде мен жазамыз, мен қос, могыл коео. Мына жерде пачим жоқ сөздер. Пода пул коео, жуда жул коео, маннада маннал коео. Көрдіңіздер ма? Просто сол ил коеоны жалғайсыздар да, айта бересіздер. Бірақ мына жерде исключение бар, яғни ережеге бағынбайтындар. Мына жерде пачим бар, бірақ сонда да олар енді өзі ил болғандықтан, мына жерде итак ил қосылу керек. Сондықтан бұлар жерде сарыл кое емес, сәл кое деп осылай сөзді как есть қолдана бересіздер, мандыр кое. Ал мына жерде мына пачимдері бар сөздер. ипта ибыл кое, патта падыл кое, шитта шисыл кое. Бірақ мына жерде тағы исключение. Дытта деген ол дыдыл коео деп жазылып келеді, бірақ ол негізі олай жазылмайды, олай жасасаңыздар қате, ол дырыл коео деп өзгереді. Путта пул коео, яғни с өшіп кетеді, пул коео дейді.
топта ол жерде мына жерде б өшіп кетеді да, ол уға айналады дағаны тоуыл койы. Мынаны просто жаттап аласыздар. Енді сөйлемдерде қарасайық. Онже 고향에 돌아갈 거예요. Қашан сен өзіңнің отаныңа қайтатын боласың? 내년에 돌아갈 거예요. Мен келесі жылы қайтатын боламын. 주말에 뭐 할 거예요? сен демалыс күндері не істейтін боласың дейді. Мен 자전거를 탈 거예요. Велосипед айдайтын боламын. Яғни бұлардың барлығы әлі болмаған, бірақ болатын, яғни болашаққа қатысты іс-әрекеттерді айтқан кезде осылай қолданамыз. Және бүкіл етістіктерге мына ілкойын жалғаймыз да айтып кете береміз. Сонымен сіздерге осы тапсырманы айтамын. Яғни мына жерде 5-ші ай, яғни 5-ші ай әлі май емес, бірақ әлі қазір 5-ші ай, және де әлі мына апта болған жоқ. Сол аптаға байланысты жоспар құрған екен. Мынау кім? Оңжин деген адам. Сол Оңжиннің планына байланысты мына жерде етістіктерді, мына берілген етістіктерді пайдаланып, мына жерге сөйлемдерге қойып, сол осы тапсырманы орындауларыңызды өтінемін. Сонымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Сау болыңыздар.